қысымы түсіп кету себептері үй жағдайында емі. Саламатсыздар, құрметті YouTube көрермендер. Бүгінгі видеода қан қысымы не себепті түседі, және ол қандай аурудың белгісі, және де оны үй жағдайында қалай емдеуге болады, қалай дәрі-дәрмексіз ем көрсетуге болады, дәрі-дәрмектермен қалай емделеді, сол туралы сөйлесетін боламыз. Қан қысымының төмендеп кетуі жоғары қан қысымға қарағанда қауіпті жағдай. Себебі жоғары қан қысымын әртүрлі препараттардың көмегімен төмендетуге болады, бірақ төмен қан қысымын көтеру әрдайым сәтті бола бермейді. Яғни давлениенің көтеріп кетуіне қарағанда давлениенің түсіп кетуі адам үшін өте қауіпті жағдай. Жалпы қан қысымының төмендеп кетуіне не себепті болуы мүмкін? Себептеріне байланысты емделеді. Яғни қан қысымы не себепті түсіп кетті? Соған байланысты ем тағайындауымыз қажет. Міне осы жағдайда ғана біздің тағайындаған еміміз эффективті, нәтижесі жақсы болады. Видеоның соңына дейін көріңіз, барлық сұрақтарыңызға осы видеодан жауап таба алатын боласыз. Бірінші орында қан қысымы қандай жағдайда төмендеген деп айтамыз. Яғни тонометрде давлениені қан қысымын өлшеген кезде қайсы көрсеткішті көргенде қан қысымы төмендеп кетті деп айта аламыз. Гипотония, төмен қан қысым әр адамның жеке өзінің, яғни жасына, өзінің басқа да қосымша ауруларына және де әр адамның жеке өзіне байланысты. Мысалы, кейбір адамдардың күнделікті қалыпты қан қысымы 90-60, 100-70 жүреді. Мұндай адамдарда қан қысымы түсіп кеткен деп айта алмаймыз. Себебі бұл адамның күнделікті қалыпты қан қысымы 100-70, 90-60 болуы мүмкін. Мұндай адамдарда қан қысымы тонометрде 80-40 немесе одан да төмендеп кетсе, міне осы жағдайда қан қысымының төмендеп кетті, немесе осы гипотониялық жағдай деп айтуымызға болады. Бұл қалыпты жағдай емес. Бұл жағдайда қан қысымының не себепті төмендеп кетті, соның себебін анықтау қажет. Немесе кейбір адамдарда осы уақытқа дейін қалыпты қан қысымы 140-90 жүрген болуы мүмкін. Мұндай адамдарда қан қысымы 90-60-ға түсіп кетсе, 100-70-ге түсіп кетсе, міне осындай жағдайда қан қысымының төмендеп кетуі гипотониялық жағдай деп айтуымызға болады. Қан қысымы төмендеп кеткен кезде, мұны өз уақытында қалыпқа келтірмесе, бас миында немесе осы жүректе қан айналымының бұзылыстарына, әртүрлі асқынуларға дейін алып кетуі әбден мүмкін. Қан қысымының төмендеп кеткеннің ең бірінші белгісі бұл әлсіздік, ұйқышылдық, өте әлсіздік, ештеңкеге күші болмай қалу, яғни ешқандай күш жоқ. Шаршай беру, бас айналу, жүрек айну сияқты, тағы да қосымша бастың қатты ауруы, осының барлығы қан қысымының түсіп кетуінің белгісі болуы мүмкін. Одан бөлек, тура осы белгілер басқа ауруларда да кездесуі мүмкін. Сол себепті басқа аурулармен диагностика, яғни дифференциалды диагностика жасау мақсатында ең бірінші мұндай жағдай сізде кездессе, тонометрде қан қысымыңызды өлшеп көру қажет. Қан қысымы өзінен өзі төмендеп кетпейді. Мұның белгілі бір себептері болады. Қалқанша без қызметі төмендеп кеткен болса, яғни гипотиреоз анықталған жағдайда, сізде осы себепті қан қысымы төмендеп кетуі мүмкін. Себебін анықтау үшін бірінші орында қалқанша без жұмысының гормондарын тексеру қажет. Бұл диагнозды нақтылау мақсатында қарапайым аш қарынға қандағы қалқанша без гормондарын тексеру мақсатында қарапайым ТТГ, Т3, Т4 гормондарын тексеру қажет болады. Соған қарай емделетін болсаңыз, эндокринологқа барып, гормоналды бұзылыстарыңызды реттейтін болсаңыз, қан қысымы да қалыпқа келеді. Егер сізде қан қысымы түсіп кетуі өте жиі мазаласа, бұл кезде сіз қалқанша без гормонының анализдерінен бөлек жалпы қан анализінде тексеруіңіз қажет. Жалпы қан анализінде гемоглобин деңгейі төмендеп кететін болса, анемия кезінде де бұл жағдай гипотонияға, яғни қан қысымының төмендеп кетуіне себеп бола алады. Бұл жағдайда сізде анемияның қай түрі екенін анықтап, соған қарай ем тағайындау қажет. Яғни сізде не себепті анемия болып жатыр? Может, осы асқазан ішек жолынан қан кетіп жатуы мүмкін, немесе әйел кісілерде еттегі цикл мөлшерден көп қан кетумен көрініс беріп жатуы мүмкін. Соның нәтижесінде ұзақ уақыт бойы қан жоғалтудың нәтижесінде адамдарда анемия дамып жатады. Мұны көпшілік адам өз уақытында сезбей жүреді. Немесе анемияға тағы бір себеп, ағзаға қажетті витамин, микроэлементтер өз уақытында түспей жатыр.
осындай гемоглобинге бай тағамдарды жемінбей жатты, немесе асқазан ішек жолынан жақсы сіңбей жатты. Міне осындай себептерді өз уақытында жойсаңыз, анемия да емделеді, және де қан қысымы да қалыпқа келеді. Одан бөлек витамин В12 жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болатын анемиялар бар. Бұл да гипотонияға, қан қысымының төмендеп кетуіне себеп бола алады. Егер сізде В12 жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болған анемия болатын болса, бұл витаминді сіз таблетка немесе капсула түрінде қабылдайтын болсаңыз, анемия емделмейді. Себебі В12-ні тамақпен қабылдасаңыз да, таблетка түрінде қабылдасаңыз, капсула түрінде қабылдасаңыз да, ол асқазан ішек жолдарынан сіңбейді. В12-ні ең жақсысы укол түрінде жамбас бұлшық етіне қабылдаған дұрыс. Одан бөлек давлениенің түсіп кетуіне тағы себеп бола алады. Кейбір препараттарды, дәрі-дәрмектерді ұзақ уақыт қабылдау нәтижесінде де адамда осындай давлениенің түсіп кете беруіне алып келеді. Сол себепті қазірден өзіңіздің қабылдап жүрген препараттарыңыз не себепті сіз ол препараттарды қабылдап жүрсіз, қандай көмегін тигізеді, қандай жанама әсері бар, соны жақсылап инструкциясын оқып, тексеріп, қадағалап ішу қажет. Давлениенің түсіп кетуіне тағы себебі бола алады. Жеткілікті дәрежеде су ішпеу. Суды сіздің салмағыңызға байланысты күнделікті мөлшерін өз уақытында ішіп жүру сіздегі көптеген аурулардың алдын алуға өте жақсы көмектеседі. Суды таңертеңгілік аш қарынға және де ұйқыдан оянғаннан кейін жып-жылы, денеге жағымды жылы су ішу қажет. Одан кейін тамақпен бірге емес, тамақтан алдын емес, тамақтан жарты сағат алдын су ішу қажет. Су ішкенде де бүйтіп бірден ішіп жіберуге болмайды. Суды былай ұттап, жай шай ішкендей ішетін болсаңыз, оның ағзаға сіңімділігі, бұлшықеттерге, нерв жүйесіне, бүткіл ағзаға сіңімділігі өте жақсы болады. Сол себепті қазірден су ішуді әдетке айналдырыңыз. Давлениенің түсіп кетуіне тағы себеп бола алады. Адам күнделікті тұз мөлшерін өз нормасында тұтынбаса, немесе тұзды заттарды мөлшерден аз қабылдағанда, қан қысымы төмендеп кетеді. Одан бөлек әйелдерде менопауза кезінде гормондардың жеткіліксіздігі нәтижесінде де давлениенің, яғни гипотониялық жағдай, давлениенің төмендеп кетуіне себеп бола алады. Мұндай жағдайда міндетті түрде гинекологыңызға немесе эндокринологқа барып, өзіңіздің гормоналды фоныңызды реттеп алуыңыз қажет болады. Гипотония, яғни қан қысымының төмендеп кетуіне ең көп себеп бола алатын фактор бұл гиподинамия, аз қимыл қозғалыс. Көбінесе бұл жас қыздарда кездесіп тұрады. Ешқандай күш түсетін жаттығу жасамау, физикалық қимыл қозғалыс өте аз, үнемі отырып жұмыс істеу, немесе қимыл қозғалыстың болмай қалуы, немесе тек қана осындай жату деген сияқты денеге ешқандай физикалық жүктеме түсірмеу, қимыл қозғалыс жасамау деген сияқты қан қысымының төмендеп кетуіне алып келеді. Кейбір қыздарда қан қысымының 80-40-қа дейін немесе одан да төмендеп кеткен жағдайларда кездесіп жатады. Мұндай кезде бұндай адамдарға осы физикалық жүктеме жасауда, яғни спортпен айналысуды және қимыл қозғалысты көбейтуді, сондай кеңестер айтылады. Егер жеткілікті дәрежеде осындай физикалық қимыл қозғалысын жасап, спортпен айналысып, немесе денеге күш түсіріп, осындай жаттығу жасайтын болса, өздігінен осы қан қысымының төмендеп кетуі қалып, қан қысымы қалыпқа келеді. Жоғарыда айтып өткен себептердің 3-4-еуі сізде бірге келіп қалуы мүмкін. Себебі ағза бір-бірімен тікелей байланысты. Сол себепті, егер сізде жоғарыдағы айтып өткен белгі болатын болса, сізде давление үнемі қан қысымы төмендеп кете беретін болса, осы себептерді емдесеңіз, қан қысымы да қалыпқа келетін болады. Енді сіздерге ұнайтын жері емі. Қан қысымы бірден төмендеп кеткен жағдайда не істеуге болады? Үй жағдайында мысалы. Ең бірінші құрамында кофеині бар заттарды, кофе сияқты заттарды қабылдау қан қысымын жақсы көтеріп береді. Одан бөлек, негізінде давлениені, яғни қан қысымды гормоналды препараттар өте жақсы көтеріп беру қасиетке ие. Яғни дексаметазон сияқты гормоналды препараттарды енгізген кезде бірден давление көтеріледі, науқас қалыпқа келеді. Болмаса қарапайым физраствордың өзі, яғни натрий хлоридтің өзі осы витаминдермен қосып
жіберілгенде система алынған кезде де қан қысымы қалыпқа келіп жатады. Енді давлениені дұрыс өлшеу туралы айту қажет. Көпшілік адамдар қан қысымын қате өлшейді да, қан қысымым төмендеп кетті немесе қан қысымым көтеріліп кетті деп айтып жүреді. Мысалы, таңертең ұйқыдан оянған кезде немесе физикалық қимыл қозғалыстан кейін, немесе осындай тамақтанғаннан кейін бірден қан қысымын өлшейтін болсаңыз, міндетті түрде ол жоғары қан қысымды көрсетуі мүмкін. Яғни бұл қате. Тағы бір мысал айтатын болсам, қан қысымын ұйықтап жатқан адамды өлшейтін болсаңыз да, қан қысымы төмен тұрған сезесіз. Бұған қалай бұл адамның давлениесі түсіп кетті деп айту өте қате. Давлениенің қалыпты көрсеткіші әрдайым таңертеңгі және кешкі уақытта жақсы нақты көрсетеді. Мысалы, таңертеңгі ұйқыдан ояндыңыз, жаттығу жасадыңыз, жаттығу жасағаннан кейін таңғы асыңызды іштіңіз. Міне осыдан жарты сағат және 40 минуттан кейін қан қысымын өлшейтін болсаңыз, бұл сізде қан қысымын дұрыс көрсетеді. Яғни қан қысымын тыныштық жағдайда өлшеу қажет. Немесе стрессте, ашу шығып тұрған адамның қан қысымын өлшейтін болсаңыз да, бұл жоғары көрсеткіштерді көрсетіп тұруы мүмкін. Сол себепті мұндай адамды ең бірінші тыныштандырып алу қажет болады. Жалпы айтқанда, гипертония жоғары қан қысымымен жүретін адамдарға, немесе гипотония төменгі қан қысымымен жүретін адамдарға нақты диагноз қою үшін қан қысымын тек қана тыныштық жағдайда өлшеу қажет. Бүгін сіздерге айтқым келгені осы еді. Комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, комментке жазып кетсеңіз болады. Немесе осы каналдың дамуы үшін сіздер бір лайк басып жіберсеңіз, осы қазақша медициналық каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосасыздар. Бұл өте үлкен әсер етеді менің каналымның дамуына, және де бұдан да кейін осы қарапайым халыққа медицинаны қарапайым тілде түсіндіретін өте күшті құнды мәліметтер шығып отыратын болады. Сау болыңыздар.